Саламатсыздар ма балалар? Балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы қандай екен? Жол ережесі. Яғни жолда жүру ережесіне қараймыз. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты балалар, оқушыларды жол ережесі туралы оқушылардың білімін кеңейту, жол белгілерін олардың топтарын ажырата білуге үйрету, жол ережесін қатаң сақтауға дағдыландыра отырып, көше ережесіне байланысты ұғымдар мен терминдерді білу, адам өмірі үшін қажеттілігін түсіндіру және балалардың қызығушылығын арттыру. Енді балалар, бірінші қараймыз, жол дегеніміз не екен? Яғни көлік құралдары мен жүргіншілер қозғалатын алма. Жолдың қанша түрі бар? Екі түрі бар екен. Көлік көлікке арналған, арналған жол бар екен. Енді суретке қарайық, бұл не? Бағдаршам. Бағдаршам туралы өз түсінігіңізді айтыңызшы, қалай түсінесіздер? Бағдаршам адам өміріне қауіп төндіретін Адам өміріне түсетін қауіптен сақтайды, яғни айтып келген. Қарайшы балалар, бағдаршамның анықтамасын жақсылап есіңізде сақтап алайық. Бағдаршам өмірімізді апаттан сақтандыратын жалғыз көмекші құрал. Оның сырын біліп, тілін алу баршамыздың міндетіміз. Бағдаршам жол элементтерінің ішіндегі ең көне қолданыла бастаған құрал екен. Оның кескін келбеті қазір әртүрлі. Бағдаршамның жасы қанша жылдан енді ары қарай қараймыз. Бағдаршамның үш түсі жағындағы біздің қозғалысымызды атап өтейік. Бірінші яғни қозғалмаймыз, иә? Екінші сары түс жағында не істейміз? Келесі жасыл түс жағында не істейміз? Жасыл түс жағында өте береді, иә? Келесі балалар, мінекей суреттегі не? Келесі, енді балалар қараңдар, жаяу жүргіншілерге арналған тротуар, иә? Жолдың шетінде. Яғни бұл француз тілінен аударғанда тротуар нені білдіреді? Жаяу жүргіншілерге арналған жол екен. Енді тротуар үстінде бізге ойнауға бола ма? Доп ойнауға? Жүгіруге? Басқа да қасымыздағы жаяу жүргіншілерге кедергі жасайтын айналысуымызға болмайды екен, иә? Енді қараңдар, жаяу жүргіншілер тротуармен немесе жаяу жүргіншілерге арналған мына жолақты жол дейміз ғой, иә? Ал бұл екеуі де болмаған жағдайда не істейді екенбіз? Жолды жағалай қозғалады дейміз. Ары қарай, енді балалар, жол белгілері дегеніміз не? Соған тоқтала кетейік. Жол белгілері жол бойындағы сызықтармен белгілер. Біз жолға шыққанда байқаймыз, жолдың бойында не көреміз көбінесе? Белгілер көреміз. Сол белгілердің не екенін, қандай мағынаны білдіретіндігін айта кетейік. Енді біз үнемі тротуармен жүре бермейміз, иә? Көшеде өтетін кезде қалай өтеміз? Пешеходпен. Иә, біз тек қана пешеход емес, қалай өтеміз? Жолақты жолмен жүруіміз керек, иә? Ары қарай, бізде енді жол белгілерінің бірнеше түрі бар екен, иә? Оның мынандай түрлері бар екен. Қараңыз, біріншісі не? Ескерту белгілері. Енді осыларға кішкене тоқталайық, иә? Енді қараңыз, ескерту белгілерінің пішіні қандай болады екен? Үш бұрыш секілді болады екен. Бірінші қараңыз, мына бірінші жолдағы белгілерін жақсылап мән береміз. Олар нені білдіреді екен? Қауіпті бұрылыс екен, иә? Мінекей бұрылыстар. Екінші, қараңыз жолға бірінші төменге түскен тік еңіс, ал жоғары көтерілген ал мына жол тегіс емес жол екен. Қиыршық тасты жол, иә? Енді мына үшеуіне қараймыз. Жақсылап белгісіне есте сақтап алайық белгісін. Жол аралығы. Келесі екі жақты қозғалыс мынау. Оны білуге тиіспіз. Бұл не екен?
жүріп жатқан кезде көліктің жолынан алдынан шығуға бола ма екен? Болмайды. Болмайды екен, иә? Енді келесі суретке зер салайық. Бұл жерде жол ережесін балалар, иә? Яғни бағдаршам жасыл түсіп жатқанда көліктер тоқтады, балалар өтті. Келесі балалар қараңдар, егер де жол үстінде жол автожол болмаса, жаяу жүргіншілер қайда өтсе болады? Егер бұндай жер асты жол болса, жолдың келесі бөлігіне осы жол арқылы өте алады екенбіз, иә? Енді балалар қараңдар, жолда жол реттеушісінің маңызы өте зор, иә? Бұл кісі кім? Жол реттеуші, иә? Жол жүру ережесін сақтауға, тәртіптің бұзылмауын қамтамасыз ететін кісі, иә? Яғни бір мамандық иесі. Енді балалар, топтық жұмыс берем. Жаңағы жол ережелеріміз жақсылап көріп алдық деп ойлаймын. Енді сол белгілерді есіңізде қалғанша жазып шығуымыз керек. Жарай ма? Қазір сендерге қайсысын берсем екен? Сендерге үшінші топқа кәне бірігіп ақылдасып жасаймыз. Я жоғары жағдай жасыңдар. Мен далада алыс алайын. Есіңізде қалғанша көрейік қайтып балалар. Қанша жол белгісі есіңізде қалды екен?
екіншісі оңға қозғалыс, үшіншісі солға қозғалыс, төртіншісі оңға және солға қозғалыс, бесіншісі тегердің оң жағынан айналып жүру, алтыншысы тегердің сол жағынан айналып жүру, жетіншісі жеңіл автомобильдер қозғалысы, сегізіншісі велосипед. Жаяу жүргіншілер жол екен, иә? Жарайсың, отыра ғой. Жақсы қошемет көрсетейік. Енді балдар, бұның барлығымыз үйрендік, кішкене есімізде қалды деп ойлайық. Топтық жұмысымыз бітті. Барлығын белсенді қатысыңдар. Келесі сұрақ-жауап әдісі, яғни сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топтан бастайық, иә? Бірінші топтан кім шығады? Сержан келе ғой. Бірінші сұраққа жауап бере ғой. Бағдаршам дегеніміз не? Бағдаршам дегеніміз не? Адам өмірін қамтамасыз ететін жалғыз көмекші. Адам өмірде нені қамтамасыз етеді? Қауіпсіздікті. Иә, қауіпсіздікті. Адам өмірін сақтап қалу. Келесі бірінші топта тағы кім шығады? Назым келе ғой. Саған сұрақ берді. Қатты оқы сұрақ қойыңыз. Жол дегеніміз не? Жол дегеніміз көлік құралдарымен Жаяу жүргіншілерге арналған аумақ, иә? Дұрыс. Келесі бірінші топта кім шығады? Мадина келе ғой. Жол реттеуші деген кім? жол ережесін қамтамасыз ететін адам. Қауіпсіздік жол ережесін, яғни жолда жүру ережесін Жолдағы қамтамасыз ететін. тәртіпті бұзылмауын қамтамасыз ететін адам. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Енді екінші топтан кім шығады сұрақ-жауапқа? Кім шығады? Асылжан келin. Мына Жаяу жүргіншілерге арналған жер қалай аталады? яғни жаяу жүргіншілердің жолы қалай аталады? Турель. Жауап өз жауап береді.